Сәлеметсіздер ме? Бүгін шамалардың арасындағы тәуелділік тақырыбымен танысатын боламыз. Ол біздің кітабымыздың 148-ші бетінде тұр. Сонымен бізге бірінші есеп бойынша қарастырайық. Есепте айтады, велосипедшінің жылдамдық берілген, сағатына 11 км жүреді екен. Және бізге тап дейді, оның 2 сағаттағы, 3 сағаттағы және 4 сағаттағы жүрген жолдарын. Біз жолды табу формуласын білеміз. Жолды табу үшін біз жылдамдыққа уақытты көбейтіп отыратынбыз. Сол бойынша осы уақыттардағы жүрген жолын тауып көрейік. Тең 2 сағаттан бастайық. Себебі 1 сағатта ол 11 км жүретін белгілі жылдамдықта. Сонымен S тең 11, жылдамдыққа 2 сағатты көбейтем, 22 км жүреді екен. Ағай, Т тең 3 сағат болған кезде. Онда жолы 11-ге 3-ті көбейтіп берем. 33 км. Сол сияқты Т тең 4 сағат болған кезде S тең 11 көбейту 4 тең 44 км жүрді. Осы жерде бізде уақыт пен жол екеуі айнымалы болып жатыр. Себебі айнымалы дейтін себебіміз екеуіне біз мәндерді, әртүрлі мәнді өзгеретін мәндерді беріп жатырмыз. Уақытқа 2 сағат, 3 сағат, 4 сағатты бердік. Соған байланысты бізде жолымызда 22, 33, 44 болып өзгеріп жатыр мәндер. Солай шамалардың мәні өзгеріп тұрса, біз оларды айнымалылар дейміз. Сонда бізде жол мен уақыт айнымалы, ал бізде өзгермейтін не бар? 11 деген жылдамдық бізде тұрақты шама, ол өзгермейді. Сонымен екі айнымалы бар, бірақ осы жерде екі айнымалының айырмашылығы қандай? Жол бізде уақытқа байланысты өзгеріп тұр. Уақытқа нешені қойсақ, соған байланысты ол өзгереді. Яғни бізде жолымыз уақытқа тәуелді болып тұр деген сөз. Ал уақыт ол ешкімге тәуелді емес, ол өз бетімен санды қоямыз, соған байланысты S-тің мәнінен шығады. Сол жерде айнымалы екеу, біреуі тәуелсіз болады. Тәуелсіз айнымалы, екіншісі тәуелді айнымалы. S дегеніміз уақытқа тәуелді болып тұр жолымыз. Осылай екі айнымалы. Бұл бізде шамалар арасындағы тәуелділіктің формаламен берілуі. Яғни біз формула арқылы қойып екінші айнымалының мәндерін тауып алдық. Осылай кез келген бір, мысалы, жиын алсақ, екі жиын, мынандай жиын алайық, мынау А жиыны болсын, және Б жиынын алсақ, мына жерде. А жиынның кез келген мәнін алғанда, дәл сол мәнге сәйкес Б жиыннан да бір ғана мән сәйкеске болса. Бізде мына жерде уақыт, ол 2 сағатта алғанда ол 22 км болды, 3 сағатта алғанда 33 болды, 4 алғанда 44 болды. Яғни уақыттың әрбір мәніне мына жақтағы жолдың бір мәні сәйкес келіп жатыр. Осындай тәуелділік бар. Және оны біз формуламен таптық. Вот деген көбейтіндісі арқылы. Осындай А жиынның кез келген бір мәніне, Б жиынның кез келген бір шамасы сәйкес келіп отырса, сол жердегі А жиынындағы айнымалылар бізде тәуелсіз болады. Соған байланысты өзгергендіктен Б жиынындағы айнымалылар ол тәуелді айнымалылар деп атаймыз. Екінші есепті қарастырайық. Екінші, 400 грамм тұзды судың құрамындағы тұздың массасын М-мен, ал сол ерітіндінің концентрациясын оны P%-бен алған жағдайдағы бізге айтады, осы P концентрацияның массаға қатысты тәуелділік формуласын тап дейді, арғай тағы мәндер береді да есептеуді жалғастыр деп тұр. Сонымен біз ең бірінші беріліп тұрған шамалардан есепті шығару басында талдап алайық. Бізде 400 грамм ол тұзды су, ол өзі 100%. Ал соның құрамындағы тұз ол М грамм. Ал оның концентрациясы P%.
деп берілген. Біз осы жерден осының алдындағы санның пайызын табу тақырыбы бойынша мынау массаны табу үшін не істейтін едік? Масса тең 400-ге көбейтіп береміз П пайызды. Осылай табуды үйренгенбіз. Ал бізге керісінше сұрақ айтады, біз П концентрацияны масса арқылы өрнекте дейді. Яғни П-ны қалай табасың дейді. Онда осы біз берілген өткендегі тақырыптан пайдаланып, біз мынау өрнегімізді П-ны М арқылы өрнектеп жібереміз. Ондай болса, осыны өрнектемес бұрын біз не істеп едік? Мынаны ары қарай табу үшін 400 граммға тиіспеді. Ал біз проценті бар процентті санға айналдырып алдық, 100-ге бөлу арқылы. 100 П деп алдық. Содан осы жерден қысқартулар болса, қысқартып тастаймыз. Сонымен ол болады екен 4 П. Яғни массаны табу үшін біз 4-ке көбейтіп береді екенбіз П-ні. Ал бізге П-ні табу керек. Яғни массаға байланысты П-ның өрнегін табу үшін біз П тең не істейміз? Мына екеуі көбейтіліп тұр, көбейтінді М болып тұр. Ондай болса, бір көбейткішті табу үшін көбейтіндіні көбейгішке бөліп тастаймыз. М бөлу 4 болады. Ол деген сөз П тең немесе осыны немесе былай да жазуға болады. П тең 4-тен 1 М деп. Міне, бізге жаңа концентрацияның массаға тәуелді болатын формуласын тап деген. Мен формуланы таптым. Енді осы формула бойынша ары қарай есеп шығарамыз. Енді ары қарай, егер массасы 72 және 160 грамм болғандағы бізге осы тұздың массасы, осы ерітіндінің концентрациясын тап дейді. Сонымен не істейміз? Онда осы дайындап алған формуламызға барып орнына қоямыз. Масса белгілі бізде М тең 72 грамм болған кездегі формула концентрациямыз тең 4-тен 1 көбейту 72 болады. Тең қысқартамыз 4 пен 72-ні. 18 қалады, сонда 18%. Ал келесі М тең 160 грамм болған кездегі концентрациясы ол 4-тен 1 көбейту 160. Қысқартамыз 160 пен 4 40 қалады. Сонда 40%. Яғни ерітіндінің құрамында, тұзды судың құрамында, егер тұз 72 грамм болса, онда оның ерітіндінің концентрациясы 18%, ал тұздың массасы 160 грамм болса, онда концентрациясы тұздың ерітіндінің ол 40% болады деген сөз. Яғни осы ерітіндінің құрамындағы 18% тұз, келесіде 40% тұз деп осылай дайын формуламен ары қарай есептерді шығара аламыз.